Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен нан палаудың рецептімен бөлісетін боламыз. Сіздер де менің видеома қарап жасап көріңіздер. Алдымен тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей мен барлығын ұсақтап турап алдым. Мен сиырдың етін алдым. Сіздерде жылқының еті, қойдың еті болса да болады. Осылай барлығын турап аласыздар. Пиязыңызды, тәтті бұрыш барлығын осылай турап алып, қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қуырып аламыз. 5 минуттай жақсылап қуырып болған соң, пиязымызды салып, тұзымызды салып, жақсылап тағы да араластырып, паприка салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Томаттың орнына паприка қолдансаңыздар, әрі тамақтың дәмін келтіреді, өте дәмді болып шығады. Қуырылып болғанша біз қамырымызды дайындайтын боламыз. Алдымен бір жұмыртқамызды жарып, тұз қосып, суымызды қосып, дайындап аламыз. Мінекей тұзы ерігенше жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Сосын електен өткен дайын ұнымыздың ортасына құйып, қамыр жасайтын боламыз. Жақсылап қамырымызды қаттылау қамыр елетін боламыз. Бұдан көптеу жасайым десеңіздер, сіздер 2 есе жасасаңыздар болады. Дәл осы рецепті мен өзім үйдегілерге жететіндей қылып жасап жатырмын. Мінекей қазанымыз қуырылып жатыр. Енді оның үстіне қалған сәбізімізді, тәтті бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, дәмдеуіштерін қосып, қайта жауып қоямыз. Қамырымызды тағы бір қайтара илеп қоямыз, сонда қамырымыз июі қанып, әдемі жайылатын болады. Мінекей 2 зуалаға бөліп алдым, кішкене. Осыны ұн сеуіп, басып, осылай қамырды жаятын боламыз. Осылай оқтаудың шетімен жақсылап қамырымызды бір тегіс етіп жайып аламыз. Еттің қамыры ұқсатып, жұқа болу қажет. Жұқа болса қамырларыңыз өте әдемі болып шығады, қалың болып кетпеуі қажет. Мінекей осылай бір тегіс қамыр жайып алатын боламыз. Барлығын осылай Мінекей қалыңдығы осындай болу қажет, жұп-жұқа қамыр болып шықты. Енді осы қамырды далаға кептіріп алдым мен. Сіздер духовкада кептірсеңіздер болады, қызып тұрған табаға кептіріп алсаңыздар болады. Мен далаға жайып кептіріп ала салдым. 5 минут тұрды. 5 минуттан кейін қамырымыз дегідіп қалған. Дегідіп қалған қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, мінекей шашырап тұрады. Дегідіп алсаңыздар, бір-біріне жабыспайды. Қамырымыз дайын. Мінекей қазанымыз қуырылып жатыр. Өте дәмді болып шығады. Кішкене ғана су бүркіп жіберіп, қайта жауып қоямыз. Мінекей қайнап тұрған енді осы подливкасының үстіне дайын қамырымызды салатын боламыз. Қозғамаймыз, бетін жауып қоямыз. Астын баяу отқа қойып, мінекей қамырымыз пісті. Мінекей жақсылап араластырып, ас болсын.